Ошо сіздер айтып аткан ушу жалпы улуттун жоктугу болсо керек. Бизди кандай дейсиздер? Илгерки заманда силер аябай жаман көрөсүңөр. Силер ушундай окутуп койгон. Идеология жаман, Советтер Союзу жаман, тарых жаман болгон, биз көз каранды болгонбуз деп. Биздин кезибизде эмгек деген биринчи орунда турат. Мына жерде улуу муунун өкүлдөрү турат. Силер азыр 9 ай окуп атасыңар. Биз 2,5-3 ай окуп. Неге? 1 сентябрда сабак ачылат, 5 сентябрда тамекеге кетет. Тамекеден кетпей туруп, бир күн убакыт беретине жуунуп таранып мончого кирип алып алат. Жуунуп таранып мончого киребиз, эртеси ырдаган бойдон Кара Сууга бактага келебиз. Кара Суунун планы, Кыргызстандын планынын 80% Кара Суу берет. 215 000 тонна милдеттеме барат. Ошол болсо. Ошол колгончо биз пактада жүрөбүз. Бир билесиңер, биз 17 декабрда кеткенбиз. Азыр силер анда иштебейсиңер. Колдун мындай караганда мындай ийгиликтер отурат, конор болот. Ийгиликтин утун көрбөсүңөр. Биздин колдорубуз ошондой болуп калат. Жаралат. Андан кийин сабындап алып туруп, борный майс деген базель болот. Ошону менен майлап алып отко каптасаң, ушундай ачат, көзүнөн жашын ушундай секирип чыгат. Ушундай милдер болот. Анан декабрда барасың, бир 2 жума окуйсуң, жаңы жыл келет. Ассаламу алейкум деп туруп сени бүтүп сахманга барасың. Кой төлбөйт, билесиңерби сахман эмне? Билбейсиңер. Сахман кол төлбөйт, кой төлбөйт. Февральда парник башталат. Мартта ак чабабыз. Апрелдин ортосунан баштап, майдын ортосуна чейин мака чабабыз. 1 май күнү түшкө чейин парадар өтөбүз, түштөн кийин тамеке кебиз. Мына ушундай болуп кетет. Ошондой болуп окуп жүрүп, мыктын мыктысы болуп, биз Россияга барып экзамен 5 жыл тапшырдык. Эмнеге? Мугалимдер күчтүү, мектеп күчтүү, окууга болгон ынтызарлык керек. Мына маданият жөнүндө сурап алат. Биз ошол мектепте окуп жүргөндө велосипед тээп кетип барсак, көчөдөн ар жакта бир 30 метр жерден агайымды же эжекейимди көрүп калган болсом, велосипедден секирип түшүп, жетелеп жолдун чекесине чыгып, саламатсызбы агай? Саламатсызбы эжекей деп өтүп, 5 кадам өтүп алып туруп, анан кайра минип кетет. Агайымды эжекейдин алдында велосипед тээп өтпөйт. Азыр керек болсо сүйлөп өтөт. Мына тарбия ошондой болуп баштады. Бизге агай менен эжекелер, атам менен энеңдер да бийик кишилер. Агайлар указка менен келип башка урганда указка чачып кетет. Пор менен урганда пор талкаланат. Азыр ошондой болобу? Коркот. Себеп демократия. Адам укугун коргоо. İnsanın жетишкендиги бул эмне? İnsandын инсан болушунун өзү жетишкен. Эгер адам айбандан айырмаланган адам болсо, ошол өзү чоң жетишкен. İnsan деген сөздүн өзү жетишкен. Жетишкендиктер үчүн адамдар жана тоскоолдуктар үчүн көз жумуу. Көз жумуу дегенди мен мындай түшүнсөм болот, чыдап кайрат деген, көздү жумуп бара бериш деген сөздү. Кечээ бир киши айтты. Жакшы эмес сөз айтты, бирок сөздүн түбүндө жакшылыгы бар да. Эйгилдер өткөндөн кийин эркектер дүлөй болуп калса, аялдар сакоо болуп калса, ошол бактылуу үйдө дейт. Кечээ ушундай сөз айтты. Жаман болуп кетти. Неге десем, эйгилдер өткөндөн кийин аялым дейт, көкмел көрөтүн сүйлөйт. Ошону укпай койсоң жакшы бактылуу болот. Анан алар сүйлөй албай калса бактылуу болот. Ошого баракта чыдап келиш керек. Чыдам дагы бир жолу чыдап келди. Турмуштун өзү чатабы. Мен ошол бир канча жашагандан, тажрыйбамдан алган үчүн сиздерди укпойбуздар да. Бул турмуш өтө оор, өтө катаал, өтө кыйын маселе. Бул Кудай сактар деген маселе. Өзүң менен өзүң канча урушасың, анан дагы бир
жат бөлөкөнүн алып берип алуунан аны менен урушпай кантип турасың? Тип турат бар. Көздү жумуп коюш, баягы кыйынчылыктарга көз жумуш, оорчулуктарга көз жумуш. Көп нерсени көрсөм дагы көрбөдүм деп, уксам да укпадым деп коюш. Бизде мусулманчылыкта айтат экен го. Бирөөнүн кемчилигин канчалык жашырсаң, ахиретте Алла Таала сенин күнөөңдү ошондой жашырат. Биз ошондой күнөөгө жетели. Ошондой сабырдуулукка жетели. Сабырдуулук эмнеден? Имандан. Эмне үчүн? Илгери пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын тушунда сахабалар ушунчалык каттуу берилет экен, каттуу ушунчалык берилет экен, суралышат экен. Жанагы согуш болуп атканда жаат тиет, жебеси денесинде калып калган болот. Же болбосо найза менен бир жери кесилип кеткен болот, башка болгон болот. Ошондо дайым суралышат экен, биз намазга турган мезгилде жебени алдык. Сен намазга турган мезгилде ушунчалык каттуу берилгендиктен денесинде калган жебени сууруп алганда билбей калат. Ушул даражага чейин берилет экен. Ушул даражага чейин. Анан кечээ бир молдодон сурадым, сиз ушундай даражага берилип көрдүңүзбү десем, Ахан мырза каяктан дейт. Аллаху акбар деп туруп намазга киргенимде көз алдымда малым келди экен, келбеди экен деп ойлойм. Бүгүн ушунча сүт бар эле, каяка чыгарсам экен деп ой кетет дейт. Шайтан ушундай нерселерге азгырат. Эмне үчүн? Көкүрөк таза болбосо, ой ошондой бөлүнүп кетет. Имандан деген берилгендик келиш керек. Сиз Кыргызстанда калдым деп, ораторлордун бири деп билебиз. Сиз бул жөндө жаштыгыңыздан эле мыкты болгонбу, же кийимөнүп ушул деңгээлге жеттиңизби? Өзүңүздүн жашооңуздан, тажрыйбаңыздан келип чыгып, жаштарга берүүчү негизги кеңешиңиз дейт. Рахмат. Деп айтып туруп, оратор дегенди кандай түшүнөсүңөр сиздер? Сөзгө чечен. Сөзгө чечен кандай киши сөзгө чечен болот? Акын көп, токтогул жок. Бирок ырчы көп, ырыскай жок. Актер көп, сүймандуу жок. Актриса көп, таттуу жок. Бүгүн сахнада 2 жолу чыккандан кийин баягы очоктун алдында калган күлдөй болгондор көп, жылдыз дейт. Дүмүрүп чыгып алып кайра карасам, жок, чок көчкөн. Ошондой чоктор көп. Жылдыз эмес. Мени эмне деп сындайт? Тилинен чаң чыгат дейт. Чыгарчы. Чаң эмес, жөнүндө сөз чыгат койчу. Чаң чыгат, качан чыгат? Качан жүрөгүңдө бирдеме кайнап чыкканда чыгат. Ансыз чыкпайт. Дөдөй болуп жүрө бересиң. Жүрөгүң оорубаса дөдөй болуп каласың. Кошуп көр эки сөздүн бири. Чыгып атат го, ар 2 күндө бирден интермедиа коюп. Сүйлөгөндө бир балага калды. Сүйлөп көрүп ошондой. Бул оратор деген сөз, бул мен мындай түшүнөм. Сөзмөрлүктүн баардыгы күйгөнүңдөн келип чыгат. Кайдыгер эмес болгондо, сезимталдуу болгондо, ушундан улам чыгат. Тизилип эмне үчүн чыгат? Эч качан мен бир кагазда жазып алып сүйлөгүм келбейт. Мына сиздердин алдыңыздарга келгенче эмне жөнүндө сүйлөйм, эмне кылып жолуга мен таптакыр ойлойм. Ораторлук деген сөз, ошо көп окугула, туура жол көп окугула, дагы жол. Ошондо жөн эле окуй берместен, ой жүктүү окугула. Ошондо өзүнөн өзү кудай калса келет. Мен өзүмдөн чыккан тажрыйба ушул. Бир убакта телевизордо эмне айтып атканын окуп атасың. Бир убакта бир нерсе окуп атасың. Бир убакта жаныңа келген киши менен сүйлөшө бересиң. Сен ал киши капа мен келсем көңүл бурбай берди. Кыргызда. Анан деп бир көзүмдү көтөрүп коюшу керек. 30 секундта, 20 секундта. Ал угуп атат экен деп айта берет. Уга бересиң. Сен баягы турмушун айтып атат. Ошого көндүрүп, кулакты да, жүрөктү да, көздү да ошого көндүрсөң, Кудай кааласа оратор болуш ар-кандай кишинин колунан келет экен, ошого окуса. Эгер сиздин жашооңузда артка кайтуу мүмкүнчүлүк болсо, эмнеңизди өзгөртпөгениңиз дейт.
Менің негізгі ұрағым арта қайталы деп келген 11 жыл. Есіңізде бар, анда жаш балалар, анда дағы шындай айтышқан. Елдің бар, алға деп алса, жалғыз болмар, арта деп алады. Мен дағы айтам, артқа қайталы біздер. Артымызда не қалды? Артымызда керемет қырғыз қасиеті қалды. Артымызда үйімізге жылан сойлап кірсе дағы, ошақ өлтірместен, оғызына сүт құйып, үйден шығарып қойған қырғыз қасиеті қалды. Артымызда өзіміз ашқа қалып отырған болсақ та, қонақ келіп қалса, төр отырғызып, балдарымды бекітіп, ең ақырғы нанымды осы қонаққа берген қырғыздың қасиеті қалды. Артымызда ақсақал келсе, ошол айылға келін болып түшкен келін, 2-3 балалы болғанша, ақсақал өтіп кеткенше көшеге шықпаған керемет қасиетіміз қалды. Артымызда, егер атам үйде отырса, ошол үйдің шатысыменен қамбашқа шығып алып, атаның үстінде ойылған нәрсе тыйылсылған керемет қасиет қалды. Мен ошол бір жолы шығып кеш қараңғы келгенше, кино башталғанша ептеп қойға шөп салып, малға шөп салып кіргізіп шығып та малдан арақшыда. Ошондай болып шашып шығып баратса, тайдан раматылық кішіп түшелі. Не болып кетті? Үйде атам отырады. Атам үйде отырады. Атам үйде отырғандықтан башқа шықпап алады. Азыр ояққа секіріп, бұяққа секіріп төшеп ала береді. Мына ұшы қасиетті алдар қалысын, қырғыз керемет қасиет. Артымызда ұшындай тоқшылық қалды, баршылық қалды. Артымызда біздің көшеде 2 кішіден тон болады, аялдарда жаңалға не деп қойды, бақыттан ошол 2 аялдың толыменен біздің көшедегі аялдардың барлық тойы бар. Азыр сұрақ қойшы. Подушканы өшіріп, үшті олды. Подушканы сұрақ қойшы. Құртканы деп тұр, мен айға алып келейін. Бермейді. Берсе дағы, не ала білесің? Біреуге біреу ақша береді де, қашан қайтарасың демейді. Үстіне қошып беріш емес. Шындай деген кереметтер бар. Ошон үшін артқа қайталады. Адам менен адам еледі. Әрбір адамның алдына қойған бір принципі бар. Сіздің принципіңіз қандай? Мұны жашауда тұрмышымен қысықтырбайды. Бұл жашауда тұрмыш ақыреттегі шынайы жашауға болған даяр. Ошол принцип бар. Саламатсыз ба? Мұны Қырғызстан байы дейді. Қырғызстан бай. Бай албайды демі үшін жалан ұлылардың заманы. Қырғызстан сіз үшін кім емне? Қырғызстан үшін мұнау жалған жашаудағы менің бешім. Қырғызстан. Жалған жашаудағы менің бешім. Жалған жашаудағы менің қорауым. Жалған жашаудағы менің бағым. Бардың Қырғызстанға жашаудамыз. Біздің басқа тұрған жеріміз. Құдай болдырып, амандықта болыңыз, шынды болсын, сіз көздеген жолыңыз. Алла тағала сұлу көзіне сақтасын, ішіңіз артпасын, авторды. Ішіңізде дұшман көзін артпасын. Дұшман көзін артпаса, демек біз іш жасап айтамыз. Дұшман көзін артады, іш жасаймыз. Мұны тереңізге рахмет, бар болыңыз. Автордың Қырғызстанда коррупция кеңіріп бұлаш жайған үшірі. Бұл нәрсе қантып тоқтатауыз сіздің ойыңыз. Сіз тоқтат аласыз. Мына жерде отырған барына тоқтат аласыз. Қантып шайдауға барғанда нәпсіңізді тоқтатсаң, коррупция тоқтайды. Нәпсін тоқтатышы керек. Коррупция қайдан башталды? Бізден башталды. Барып, шындай болған қағазды жашқа таштап атқанынан башталды. Неге? Қағам айтты, жеңем айтты, біздің айылдан екен, біздің ұлыдан екен, біздің райондан екен. Мына ұшыны қырғыз, біз өзіміз жаратыламыз. Қаяқтан башталады? Ошол жақтан башталады. Мына ертең оқудан айда білем деді, декан айтты. Декан жанымыз алып, суыр болады. Же ошол жаққа келгенде декан қарап тұрады.
Kimге добуш бердиң дейт. Баланчага добуш бердиң, сен барып текшере ошону жаш Кытайга алып, Сулайманова кимге берди, Камчыбекова кимге берди, карай. Алышып той. Атам менен энеңе жакшы жүрөм деп коюп бияктап бергенибизди деп атабыз. Декабрда ошентип койгон. Сиз айтсаңыз ошондой болот деп эскертип